546 успешный адамдарды зерттей келе, мен сол кезде бастауым керек еді. Қорқынышты жеңетін, оказывается, 2 ғана дәрі бар екен. Ми кез келген нәрседен бізді қорғап тұрады. Бірнеше жыл өткеннен кейін ана арманға сіз по-любому қайтып айналып келесіз да, менің қолымнан келмесе ше. Ешқандай қиындық сені сындыру үшін, сені сынау үшін, сені құлату үшін, сені жылату үшін бермейді. Бай адамдар қалай ойланады? Білем, жұрттар мүмкін күлуі мүмкін, білем, саған ешкім сенбеуі мүмкін. Ана қорқынышты есікті дәл қазір ашшы. Мен бұны сатсам, менде ақша болады, бірақ мен сүйіктісім болмайды деген. Алма түс мастерствоң мощный болып тұрса, кім саған жұмыс предлагать етпейді. Ақша аяқталып келе жатыр ма? Қайттан пақат ету керек. Қорқыныш бұл норм, нормально. Кім бай болғысы келеді? Бай және кедей адамдардың ойлау сана деңгейінің 32 түрлі айырмашылығы айтылады. Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Гүлфира. Так, өткен, яғни алдыңғы видеода біз мына кітапты талқылауды, түсініктемені бастаған едік. Бүгінде сол видеомызды, сол кітапты талқылауды, талдауды жалғастыратын боламыз. Стратегия мышления богатых и бедных людей. Кітаптың атауы Зайдмурат Давлатов авторы. Бұл жерде бай және кедей адамдардың ойлау сана деңгейінің 32 түрлі айырмашылығы айтылады. Өткен алдыңғы видеода біз сіздермен 2 айырмашылықты қарастырған болатынбыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге 3 айырмашылығын қарастыратын боламыз. Онда кеттік. 3-ші айырмашылық: кедей адамдар көпшілік категориясында ойланады, бай адамдар тұлғалық категориясында ойланады. Көпшілік категориясында ойланатын адам ешқашан бірінші болғысы келмейді. Жаңа дүние ойлап табу, жаңа нәрсе істеу, бірдеңені бастап алып жүру, бастай білу, ойлап шығару деген нәрсе ол адамның түсінігіне, санасына жат. Көпшілік категориясындағы адамдар тек біреуден бірдеңені қайталай алады, өзінікін шығара алмайды. Бәрі жүгіріп баратыр, и ол да жүгіреді, бірақ не үшін екенін білмейді. Яғни өзінің арманын білмейді, өзін танып білмеген адам ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Енді бұл кітапта айтады, бұл кісі енді форумда жүргізеді, неше түрлі семинарлар жүргізеді, сұрайды ғой, кім бай болғысы келеді деген кезде, бәрі айтады екен, бәріміз бай болғымыз келеді, кім бай болғысы келмейді дейсің, бәрі бай болғысы келеді деген сияқты бәрі сөйтіп айтып отыр. Мен айтамын дейді, әркім өзіне жауап берсін. Неге көбісі көпшілік категориясының деңгейінде ойланады дейсіздер? Себебі онда тәуекел болмайды, жауапкершілік болмайды, ақталу оңай. Қайтадан айтам, көпшілік категориясында ойлану неге комфортно? Себебі онда жауапкершілік болмайды, ақталу оңай және зона комфорта. Мысал үшінге сіздерге айтайын, көп адам болып бірге келдіңіздер да, тамақ іштіңіздер да, и орнын ешкім жинаған жоқ. Тұрып кетті бәрі. Сен біреуіне барып ұсалмайсың, неге сен орнын жинамайсың деп. Неге? Ақталу оңай? Неге жинамадың сен? Бәрі жинамай кетті ғой. Дейсің, болды. Яғни ақталу оңай. Бұл көпшілік категориясында ойлану. Мен мысалмен айтып жатырмын мынаны. Яғни ойыңа бірдеңе келе ма, оны жаңа не қылмайды. Жүзеге асырудан қорқады, бірінші болудан қорқады, сосын жауапкершілік алудан қорқады, зона комфорттан шыққысы келмейтін адамдар. Ал енді бай адамдар, яғни тұлғалық категориясында ойлану деген қандай? Бұл менің өмірім, мен өз өміріме жауапкершілік аламын. Бұл менің эмоцияларым, бұл менің қорқынышым, бұл менің санам, мен өз санамды басқара білуім керек. Мен өз эмоцияларым басқара білуім керек. Менің өмірім тек менің қолымда. Өмірде дәл мен сияқты адам жоқ. Мен жалғызбын, мен индивидуалды тұлғамын. Мен өзім қалаған, өзім армандаған өмірді өзім ғана жасай аламын. Біреу маған сырттан келіп ешкім жасап бере алмайды. Мен бақытты болғым келеді, яғни мен бұл үшін жауапкершілік аламын. Мен өз санамды өзім ғана өзгерте аламын. Мен өз өмірімді өзім ғана өзгерте аламын. Осындай категорияда ойланады. Яғни ой келді ма, идея келді ма, алады. Өзің өмір ұнамай жатыр ма, шешеді. Мінезінен бір жерлер ұнамай ма, жұмыс жасайды. Осылай. Яғни кез келген жерде жауапкершілік ала алады. Мынаны қараңыздар, талпа ең ыңғайлы зона комфорта. Егер сізде сол көпшіліктің істеп жүрген ісін істеп жүретін болсаңыз, көпшіліктің результаты қандай? Дәл сондай результат сізде де болады. Жаңа бір нәрсе алып келсе, жостко сынға ұшырайды, бірақ кейіннен барып ол адам бәрібір мойындайды да. Мысалы үшін Димаш Құдайберген ол біздің Қазақстанда кәдімгі сынға 91, мысалы үшін общий барлығымызға жалпылама таныс адамдарды айтатын болсақ,
біздің ғұламаларда өте көп сондай. Сондықтан да сен арманыңның жолында өзіңе өзің адал болуың керек қой. Сен жай келатсың ба, қатты келатсың ба, не имеет значения. Бастысы сен сол жолыңда келе жатсаң болды да. Главный, тоқтап тұрсаң да әйтеуір сол жолыңда. Арасында тоқтап қойып жүрсең де әйтеуір сол жолыңда келуің керек та. Сондықтан да ешқашан өзіңнің ойыңдағы нәрсені жүзеге асырудан тайсалма. Алға. Келесі бізде 4-ші айырмашылық. Кедейлер қорқыныш категориясымен ойланады, байлар махаббат категориясымен ойланады. Енді бұны ашатын болсақ, кедей категориясымен, қорқыныш категориясымен ойлану деген қандай? Бедное мышление дейді. Егер ақша түссе, бірден ана ақшадан құтылудың жолын іздейді. Бір зат алып қою керек, орнына бірдеңе алып қою керек әйтеуір ақша күйінде тұрмау керек, зат күйінде болып тұру керек, хотя бы кір машина алып қояқ деген сияқты, әйтеуір бір затқа айналдырғысы келіп тұрады, яғни ақшадан құтылғысы келіп тұрады. Неге? Себебі ақша анау-мынау майда-шүйдалармен кетіп қалады деп қорқады. Қорқыныш бұл норм. Нормально. Бүкіл адамда, сау адамда қорқыныш болу керек. Қорқыныш нормально. Ал богатый мышленияның адамдарында да қорқыныш болады. Бірақ олар не істейді? Сол қорқыныштарын басқара алады. Сол қорқыныштарын басқара алған адам түбінде жеңіске жетеді. Көбіне таралған біздің барлығымызда бар нәрсе ол белгісіздіктен қорқу. Мысалы үшін бір бизнес бастайын деп жатсың, немесе мен өзім мысал келтірейін, мастер-класс жасайын деп жатырмын бірінші рет, мысалы үшін блог бастағың келді Инстаграмнан, немесе бірдеңе әйтеуір кез келген нәрсе ойыңа келді, соны бастағың келді, бірақ сен оның түбінде не болатынын білмейсің. Ал мынандай болып қалса деген сияқты ойлар сізді томшалайды да, сіз белгісіздіктен артқа шегінесіз. Үйде істе арман болып қалады. Бірнеше жыл өткеннен кейін ана арманға сіз по-любому қайтып айналып келесіз да, неге мен саған сол кезде тағы бастауым керек, мен сол кезде жасауым керек деген ой нәтижеңізде тұрады. Бірақ сіз қашан ана қорқынышыңызды басқара алып алдыға шығасыз, алдыға қадам басасыз, оған дейін сіз ана нәрсеге қайтып айналып келе беретін боласыз. Өйткені ол сіздің жүрегіңізге түскен, сізге Аллах жіберген, кәдімгідей сіздің қолыңыздан келеді деген дүние да, ол на самом деле. Сіз просто қорқыныштан қорқып, қорқыныштан артқа қадам бассаңыз да, менің қолымнан келмесе ше, ал мынандай болып қалса ше, ал минусқа кетсем ше, ал маған ешкім подписаться етпей қойса ше, ал маған ешкім лайк баспай қойса ше, ешкім жазылмаса ше, в общем, түрлі нәрсе болуы мүмкін, түрлі қорқыныш. Мынадай нәрсе бар да, мен өткен алдыңғы сабақта айтқан болатын, Алла тағала бізді прям чудо қылып жаратқан ғой. Кәдімгідей махаббатпен жаратқан, оны айттым. Соның ішіндегі біздің ең сиқырлы палочкамыз, сиқырлы таяқшамыз ол біздің миымыз деп айттым. Олны айтылды. Енді қараңыздар, ми сіздің ана нәрсе арманыңыз екенін түсінбейді. Ол сізге кайф алып келетінін түсінбейді. Ол нені түсінеді? Оған тек ол нәрсе белгісіз болып тұр. Неге? Себебі ол нәрсені ол бұрын көрмеген, бұрын жасап көрмеген. Ол білмейді не болады. Яғни страх, неизвестность, белгісіздік, қорқынышы. Ми, Алла тағала өзі бүйтіп солай жаратқан бізді. Ми кез келген нәрседен бізді қорғап тұрады. Кез келген нәрседен. Жапондық па техника бар, қателеспесем 5 секунд деген. Сен ойыңа келген нәрсені сол 5 секундтың ішінде шешім қабылдап істеп кетпесең, ми саған жан-жақтан неше түрлі жағдай сылтауларды жаудырады. Сол сылтаудың арбауына түсіп қаласында болды. Сен сол орында баяғы жартас, сол жартас болып отырасың. Ол яғни энергия бізде бар ғой, соны ол түсінеді. Мен егер мен істейтін болсам, мен мынанша энергия жұмсаймын, маған көп энергия бөлу керек болады, ол мені өлтіруі мүмкін деп жағдай не қылады, ойлайды ми. Ол түсінбейді. Ол миыңызға жаймен сіз түсіндіруіңіз керек, жаймен үйретесіз. Тренировкаға барасыз ғой. Тренировкаға барған кезде бір рет барған кезде сразу ақтап кетесіз ба? Фитнеске барғанда бірінші рет барған кезде сразу бұлшық еттеңіз бит шығып кете ма? Жоқ. Сол секілді миды жаймен үйретіп келісімге келесіз миыңызбен. Үйретесіз, апарып мынаны көресіз, бұл қорқынышты емес екен, мынау қорқынышты емес екен деген сияқты жан-жаққа апарып көрсетесіз. Ал богатый мышление сол страхтарды управлять ете алады. Сөйтті алға жылжиды. Ол богатый мышлениедегі адамда на самом деле қорқыныш бар,
белгісіздік қорқыныш, ол да білмейді, ол бизнесі атып кете ме, атып кетпей ма. Оны тек Алла ғана біледі. Болды. Ол неге сеніп жүреді? Ол өзіне, өзінің арманына, бірінші әрине Құдайға сенетін адам болса Құдайына сенеді, екінші өзіне, өзінің арманына сеніп алдыға жылжиды. Сондықтан да страх, қорқыныш бұл норма. Қорқыныш бұл кез келген адамда болады. Бастысы сол қорқынышты басқара білу керек, және де өзіңе, өз арманыңа сеніп алға жылжи алу керек. Енді мынаны қараңыздар. Көпшілік категориясында дедік қой, жағдай қорқыныш категориясында ойланатын адамдарды не қозғалтады? Оларды қорқыныш қозғалтады. Қандай қорқыныш қозғалтады? Мысал үшінге, оған арманың үшін, немесе бір бизнесінің үшін 100 мың теңге тап десе, 200 мың, 100 мың теңге тап десе, ол адамға мүмкін емес болып көрінеді. Және ол үшін қозғала қоймайды. Ал егер бір жол апатына ұшырап қалсын, немесе бірдеңе бір ситуация болып қалды да, срочно 100 мың теңге керек болды. Ол мына уақытқа дейін, яғни ана жерін машинаны жөндеу керек болды, немесе жаңағы не бар та, в общем 100 мың теңге табу керек болды. Бірдеңе қарыз болып қалды, бірдеңе болып қалды. Сен ол адам қайдан болсын білмейді. Короче, любой бір қандай да бір клеткалар қосып кетемін, әйтеуір сол 100 мың тауып береді ғой. Яғни бұл жерде істеп тұр, қорқыныш арқылы ол қозғалып тұр. Оларды қорқыныш қозғалтып тұр. Яғни өмір сол қорқыныш категориясымен ойланатын адамдарды сондай ситуациялар арқылы тығырыққа тіреген кезде олар шешім тауып кетеді. Арманына емес, ол бірдеңе қажеттіліктен ол тауып береді да. Өздері таңғалып отырады, тіпті мәссаған өзі қалай ақша тауып ме, табыла кетті я деген сияқты. На самом деле ол нәрсе барлығында жұмыс жасайды да. Бірақ әртүрлі категорияда. Қорқынышты жеңетін, оказывается, екі ғана дәрі бар екен. Білесіздер ма? Біріншісі махаббат, екіншісі білім. Біз көріп өскен бұрынғы барлық мультфильмдарда, ертегілерде басты кейіпкер ғашық болып қалады да, ол ғашығына, сүйгеніне жету үшін кез келген сыннан өтіп, алынбайтын қамалды алып, соңында хэппи энд сүйгеніне қосылады. Яғни кез келген батырлардың өзін алайық, өзінің отанына деген махаббат. Ол махаббат әртүрлі болады. Қызға деген, анасына деген, отанына деген, әкесіне деген, отбасына деген, махаббат әртүрлі болады. Тіліне деген ұстаздарымыз, тіл үшін, отан, жер үшін деп өзін құрбан етті. Ол бәрі махаббат. Дәл солай. Бай адамдардың мышлениясын, оларды да қорқыныш болады. Оларды не қозғалтады? Білім немесе махаббат қозғалтады. Көбіңізге қазір бір таныс жағдай дейін, көпшілік деңгейіндегі адамдар дейін, олар белгілі бір сумма дейін жетеді да, яғни мысалы кредит жабу керек, немесе отбасына бірдеңе алу керек, сол нәрсеге дейін бүйтіп жұмыстеп келеді да, жетеді да, демалады. Сосын ақша аяқталып келе жатыр ма, қайтадан пахат ету керек, қайтадан жұмыс істеу керек, қайтадан сыртқа шығу керек, қайтып бүйтіп мына точкаға жетеді да, қайтып ана нелер сияқты, жүректің соғысы сияқты. Былай да өмірі. Ал бай адамдар қалай ойланады? Мен бүгін ақша таптым, отбасыма деп, махаббаты үшін ақша тапты. Ол ана жеткен жерде қалып қоймайды. Олар дальше кетеді. Мұнда келесі, мына ақшам, бүгінге ақшам бар, окей, өте керемет. Мен енді болашақты қамтамасыз етуім керек. Мен мына армандағы затты алуым керек. Мына жердегі нәрсеге мен қол жеткізуім керек. Мен шетелге шығуым керек, мен бүйтуім керек деген сияқты уже дальше больше ойлана береді. И бір жерден деп мындай не болып тұрып қалмайды. Дальше ары қарай кетеді да. Яғни оларды не қозғалтады? Бай адамдарды махаббат қозғалтып жатыр. Отбасын қамтамасыз ету, отбасының болашағын жарқын ету үшін, немесе сүйгені үшін, бүйтіп өзінің арманына деген махаббат, бүйтіп кете береді. Ал кедей адамдардың мышлениясы қандай? Страх қозғалтып тұр оларды. Яғни на суммаға жету керек, сол кезде ана сумма жетсе уже зона комфорта. Мен аманмын. Жетті. Төменге түседі. Қайтып ақша бітіп жатыр ма? Тағы да жұмыс жасау керек. Қорқынышта уже олар қозғалтып жатыр. Қалай айтсам болады? Мысалы үшін мен мобилограф болып жұмыс жасайтын болсам, менің басында ол мобилограф, мен күшті мобилограф болып туыла қалмаймын ғой. Ол маған тәжірибе арқылы келеді. Мен оны қатты ұнатып тұрмын. Ол жұмысты монтаждағанды, видео жағдай түсіріп, күшті чудо, ғажайып, вау дейтін нәрселер дүниеге алып келгенде, соларды жасағанды мен ұнатып тұрмын.
прям одан кайф аламын да. И мен не істеймін, соған барамын да, мен соны жасай бастаймын. Әр жұмыс сайын мен тәжірибе аламын. Яғни менің шеберлігім сол бойынша шыңдалады да. Маған плюс не істейді? Менің шеберлігім шыңдалған сайын маған заказдар түседі. Неше түрлі заказдар, мен тіпті біреуіне отказ жасауым мүмкін, біреуінің күшті жерлермен ғана жұмыс жасауым мүмкін, көп жерлерден отказ жасап деген сияқты. Яғни 546 успешный адамдарды зерттей келе түсінгеніміз дейді бір нәрсе дейді. Ол бай адамдар ешқашан ақша үшін жұмыс жасамайды. Ол өздерінің шеберліктерін арттыру үшін, өздерінің армандары үшін, өздері белгілі бір нәрседен, ісінен кайф алу үшін, яғни сол арқылы ақша табады олар. Сол үшін олар жұмыс жасайды дейді. Сен мастерствоң мощный болып тұрса, кім саған жағдай жұмыс предлагать етпейді. Ойлап қараңыздар. Сен уже сұраныста боласың ғой. Яғни кез келген махаббатпен істелген жұмыс сәтсіз болмайды. Түнде сен бір жерде тесіп шығасың да. Егер сол нәрсені сен махаббатпен істесең, яғни сен ол махаббат неден пайда болады? Сенің арманыңдағы нәрседен пайда болады ғой. Армандағы нәрсені істесең, жүзеге асыру барысында, сол нәрсені істеу барысында саған кайф келсе, вот махаббат сол. Яғни махаббатпен істелген кез келген нәрсе сапалы болады, және түбінде ол саған күшті результат алып келеді да. Болды, точка. Мысалмен келтіремін сіздерге, қараңыздар. Ford автомобильді компаниясының основателі, яғни құрушысы Генри Форд бастапқы кезде жаймен бастаған, и ол нәрсенің сондай сәтті болып келе жатқанын байқайды да, не істейді? Жан-жақтан уже сұраныстар, ұсыныстар сөйтті да, сатшы, бізге сат деп. Қырғын кәдімгідей қомақты сомадан сондай не түсіреді екен, ұсыныстар түсіреді екен. Сосын ол кісі не айтқан дейсіздер? Мен отказ берген, барлығынан бас тартқан, мен бұны сатсам, менде ақша болады, бірақ мен сүйікті ісім болмайды деген. Мен сүйікті ісімді таңдаймын деген. Яғни, сен сүйікті ісің болса, сенде ақша болады. Түсінікті ғой, суть. Сен сүйікті ісің болса, түптің түбінде сенде ақша болады. Бұлай болады даже. Егер успешный жетістікке жеткің келсе, ақшаны ойламай жұмыс жасауың керек, махаббатпен. Бағанағыдай фитнеске барғандай сен бір күнде артық кете алмайсың. Жағдай бірден бұлшық етің шықпайды, сол нәрсені миыңа тоқып ал, короче. Вот сол кезде ол мүмкін 1 жылда, мүмкін жарты жылда, мүмкін 2 жылда, саған өзінің жемісін береді. Өткен видеомда айтып қойдым, сен тұқымды егесің, сен жемісті алу үшін айналайсың, әуелі ағашта отырғызуың керек қой, тұқымды егуің керек қой, сосын сен оны баптауың керек, қанша уақыт. Сол үшін кез келген жағдай алма, өрік болсын, саған бірінші жыл ектің, сразу саған жеміс бере ма? Атаңның басы. Ол 2-3 жылдан кейін барып жеміс береді. Сен жыл сайын күтіп баптаған күннің өзінде. Вот, сондықтан да мен бүгін істедім деп ертең бүйтіп алма түс деп отырудың қажеті жоқ. Адам сен туыла салып сразу 30 жасқа, 25 жасқа, 18 жасқа тола қалдың ба? Сен туыла қалып осындай болып қалдың ба? Айналайын, іштегі баланың туылуының өзіне 9 ай уақыт кетеді ғой. Біз қазір бәріміз бірден болып қалғанын қалаймыз. Алма піс, аузыма түс деп ше. Біз енді сондай заманда өмір сүргеннен кейін ешкімді кінәлауға қажет жоқ. Қазір барлығы интернеттің заманы, қазір барлығы уақыт жоқ, тез болған адам айналайын, табиғаттың өзі саған айтып тұр. Кез келген нәрсеге уақыт беру керек деп. Өзіңе уақыт бер, өзіңнің ісіңе, өзің главный махаббатыңа адал бол. Өз махаббатпен істеп жатқан ісіңе адал бол. Миларыңыз по-любому сіздерге қатыласады. Себебі сіз нешедесіз қазір, сонша жыл бойы құрылған программаны сіз бір күнде бұза алмайсыз. Мынандай оправданиялар, сылтаулар немесе қорғаныштық қызметтер ойлап табады да, қандай? Ой, ол деген байдың баласы болған шығар, ата-анасынан қалған мұраның иесі шығар, пәленбай сом. Ой, ол деген ешқандай қиындық көрмей, сондай не арқылы жетістікке жеткен адам шығар, ана мынау. Окей. Бірақ ондай байлықта өмір сүрмеген, кедей жерден шыққан, қиын тағдырдан шыққан да жетістікке жеткен адамдар бар ғой. Оларға қандай сылтау айтасыз? Бір мысалды айтып берейін. Естеріңізде қазірде бар ғой, Мереке деген брендші косметика. Вот сол туралы айтпайын. Ол негізінен Мереке деген солының құрушысы, сол әйелдің есімі Мереке деген. Оның өмірі енді айтайын, ол да балалық шақ болмаған. Почти балалық шақ болмаған. 7 жасынан бастап әкесі қатты төсек тамып қалған ғой, соны күтумен 7 жасынан бастап соны күтеді. Ауырып жатқан адамға қарау оңай емес. Кім ауырып жатқан адам қарап көрді осы жерде? Кім ауырып жатқан адам көрді? Сол адамдар ғана түсінеді. Сырт көзге оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ на самом деле өте ауыр, өзің жынды болып кетесің.
Енді қараңыздар, 7 жаста ол бар болғаны. Ол бір өзі сол тамағын дайындап, ана ауырған адамды күтіп, ол ауырған адамдар білесіздер мазасыз болады деген сияқты. И ол кезде анасы не істеді десеңіздер, анасы сол отбасын қамтамасыз ету үшін күні түні жұмыста жүрген. Анасын өте сирек көрген. Яғни бұл бірыңғай әкесін бағумен, әкесін күтумен ауырып жатқан адамды өмір кешеді. Анасы отбасын қамтамасыз етемін деп сөйтеді да, ол есейген кезінде, бойжеткен кезінде тұрмысқа шығады. Енді тұрмысқа шығып, күйеуінің де бір жағын алып жүрейін деп даяшы болып, яғни официант болып жұмысқа тұрады. Сөйтіп жұмысқа тұрып, ол жұмыс жасап жүріп 7 жылдан кейін оның күйеуі 3 баласымен дымнан дымсыз тастап кетеді. Енді қараңыздар, мен бағана айтқан дүние, махаббат деген дүние осы жерде ойнайды. Ол өмірге берілгісі келмейді. Ол балаларын қатты жақсы көрген сонша, ол мен қалай да балаларымды бақытты етем, мен қалай да бақытты болам, мен қалай да успешный болам, молдықта өмір сүргім келеді деген осындай махаббаты балаларына деген оны алып шығады ғой. Кезге көп әйел осы жерден сынап, негізше дымнан дымсыз 3 баласымен күйеуі қалдырып кетсе. Үйтеді да, ол 3 баланы сүйреп жүріп, ол жұмысқа тұрады, жұмыс іздейді. Енді ол кезде енді әйелдің, ер адамның орындары енді қатты ерекшеленген. Сөйтіп ол бір жерге, қай жерге еді? Бір жерге әйтеуір жаңағыдай продавец, консультант, кеңесші, сатушы болып жұмысқа тұрады. Сөйтіп сол жақта ол өте жақсы деңгейде көтеріле бастайды. Бұнымен сынақ бітпейді. Ол біраз жылдан кейін жұмыс жасап, енді бейт нормально болып келе жатырмын ба, енді балаларын асырап деген кезінде дәрігерлер ода астриттің ең күрделі түрін не қылады, байқайды. Сөйтеді, бірден операция жасату керек, өте сложный, саған кепіл жоқ өміріңе деген сияқты диагноз қояды. Мереке өзі түсінеді бұның барлығы жаңағыдай стресстен, эмоционалдық тұрғыдан екендігін. Сөйтеді де, ол өзінің мышлениясымен жұмыс жасай бастайды, өмірге басқа кейіппен қарай бастайды. Яғни полностью мына жердегі программасын, өмірге деген қарым-қатынасын позитивті тұрғыда ауыстыру бойынша жұмыс жасай бастайды. Сөйтіп ауруын сол жұмыс жасау арқылы жеңе бастайды. Сіздер егер, мен бұндай көп кітап оқығам, яғни мына мышленияны өзгерту арқылы көп ауру жеңген, тіпті аты жаман ауруды да көп адам осы жердегі программаны жақсы жаққа, позитив жаққа бұру арқылы көбісі жеңіп кеткен да. Вот айтып тұрмын, мынау өте біздің Алла тағала берген бізге сиқырлы таяқша. Енді қараңыздар, сөйтеді де, ол мына нәрсе келеді, сен көп алғың келе ма, көп бер, барда бер деген осындай түсінік қалыптастырады. Ол инсайтты осы жылға, осы уақытқа дейінгі жағдай түсінгені осы болады да, бүкіл қасына қарамағанда адамдарға сол нәрсені үйретеді ғой. Үйтеді де, ол тағы да жұмыс карьерасына жоғарылай бастаған кезде тағы да сынақ келеді. 25 жасқа келген кезінде оған негізсіз сын айтылып, оны жұмыстан шығарады. Яғни әйел болған үшін оны жұмыстан шығарып жібереді. Содан келеді да, Мереке тек әйелдерге ғана арналған, әйелдер ғана қолдана алатын, әйелдер үшін деп әйелдерге деген махаббатынан өзінің жағдай брендін, өзінің кішігірім болсын кәсібін бастағысы келеді. Сөйтеді де 1963 жылы ол алғаш өзінің кәсібін крем мен лосьоннан бастайды. Соның формуласын алып, солын жасап, 63 жылы Мереке деген өзінің кішігірім несін ашады, компаниясын ашады. Және де онда бар болғаны басында өзі жұмыс жасайды, сосын финансовый тұрғыдан әлі администратор ретінде ұлы, аты Ричард ойдым, қателеспесем, сол жұмыс жасайды. Сөйтіп, ол бастапқы жылда $198,000 табыс тауып, жылдың аяғында уже $800,000 дейін көтеріледі. Енді қараңыздар, сөйтеді, 1971 жылы Австралияда точкасы ашылып, қазіргі таңда 35 елде уже точкасы ашылды. Сенің қазір ойыңда не бар? Сен қазір не ойлап тұрсың? Позитив па, негатив па? По-любому сол өмірді сүресің. Өткен видеода да айтқам, сен дәл қазір өзіңнің бұрынғы бір ойлаған өміріңді сүріп жатсың. 80%, 70%, мүмкін 50% по-любому, да? Ойланып қарашы қазір. Қазір де ойланып қарай, өткен жолы ойланып қарамасаң. Яғни ол адамдар түсінген дейді да, по-любому бүкіл нәрсе мына жерде екен. Арманына сену арқылы қиындықтан шығып, қорқынышын басқара алып, өз арманына қызмет жасай алған, өз арманына махаббатпен жұмыс жасай алған адамдар жетістікке жететінін түсінген адамдардың бірі осы Мереке. Өте әдемі мысал болды деп ойлаймын. Енді тағы бір мысал айтып берейін, өте қызық мысал. Маған мысалдың бірі болды осы. Мынандай болған ғой, баяғыда бір патша болыпты дейді. Патша сарай ғой, енді мынандай сарай, сөйтеді да,
мына жақта екі жақта екі есік тұр екен. Мына жақта оң жақта бір есік тұр, андай әдемі көмкерілген, нұр шашып тұрған сияқты андай күшті гүлденген да, күшті есік. Ал сол жағында қан жоса, тор, в общем, түріне қарасаң денең тітіркенетін қорқыныштан сондай есік тұр екен да. Өзінің әскерлерінің барлығын жинайды да былай айтады: мына есіктің біреуін таңдаңдар дейді. Егер оң жақтағы есікке барғыларың келсе, өлімдерің белгілі, менің қолымнан өлесіңдер. Ал егер сол жақтағы есікке барғыларың келсе, өз еріктерің деген. Енді әскер келеді да барлығы анау сол жақтағы есіктің түрінен, сыртында адам қан жоса бірден өліп жатыр, короче. Қорқады да бәрі оң жақта не болса да патшаның қолына өлейік дейді ғой. Өміріміз, өліміміз белгілі болсын деп. Не түсініп тұрсыздар ма мен айтып жатқан нәрсем? Мынайға барса белгісіз не болады? Яғни қорқыныш, белгісіздік. Бағанағы айтып кеткен белгісіз қорқыныш. Ал мына жақ белгілі, бірақ түбі өлім. Енді барлық әскерлері оң жақтағы есік таңдайды ғой. Барлығы патшаның қолына өледі. Әскер қалмай түптің түбінде. Сонымен артында біреу келеді екен да, дірілдеп әйтеуір сондай бір абарып біреу екен дейді. Патша бәрі енді мына жақ таңдап отыр, бірақ маған мына жақ қызық болып тұр дейді. Қорқып тұрмын, бірақ маған мына жақ қызық болып тұр дейді. Мен мына жақты таңдайын дейді. Мен аяқ көрсете бермеу. Мынау қорқынышты есік таңдап отыр да. Мен мына жақ маған қызық болып тұр, бірақ қатты қорқып тұрмын. Не болса да мен тәуекелге барғым келіп тұр дейді. Патша айтады: бар тәуекелге дейді. Өзі таңдауың өзіңде дейді. Үйетті дірілдеп зорға артқа бір алға бір жүріп, ана бір мынау тұрған жерге біраз уақыт діріліп барады ғой. Сөйтіп ана қорқынышты қан жоса есікті бүйтіп ашса, іші кәдімгідей жап-жасыл гүлденген саябақ дейді. Айтады: сен боссың дейді. Сені бостандық күтіп тұр дейді. Сен маған да ешкімге тәуелді емессің, бара бер дейді. Яғни анау қан жоса болып неғып тұрған есіктің ар жағында оны бостандық күтіп тұр екен. Түсіндіңіздер ма? Мынау белгілі, бірақ өлім. Мынау белгісіз, қорқыныш. Білмейсің сен да. Сол үшін бір бизнес бастаған келіп, белгісіз не болатынын білмейсің, бірақ сен тәуекелге барып, қорқынышыңды басқара алып барсаң, түбінде махаббатыңа, яғни өзің арманыңа, өзің ісіңе адал болсаң, махаббатпен істесең, ол нәрсен түбінде сені по-любому сәттілік, жеңіс күтіп тұр. Берілмеу керек та. Қандай да бір уақытты ол требует, ол уақытты сене қажет етеді. Ол тай басып жатқан бір сенің бір ойыңда, арманың. Оны жетілдіруіңе саған уақыт керек, сабыр керек. Вот, көрдіңіздер ме? Осы мысалы қатты өтеді. Мерекейдің мысалы да өте күшті. Жаңағыдай Генри Фордтың мысалы да өте күшті да. Сондықтан да ойланыңыздар. Енді бұл 4-ші айырмашылық бойынша қорытындыға келетін болсақ, саған кез келген ойыңа келген нәрсе, арманың я қалауың болсын, ол Алладан. Ол сенің қолыңнан точно келеді. Өзіңе сенші болды. Өткен жолда айтқам, бұл жолда айтам, ылғи айтам. Өзіңе сен болды. Ол Алладан. Сенің миссия дейді өмірдегі. Вот соның барлық біз Алламен, бізге басқаларға бермеген санамен түйсікті берген ғой, сезімді. Вот сол арқылы біз Алламен тілдесеміз да. Вот солар Алла Тағала саған жібереді, и саған андай қиын сәтте уже решение қабылдау керек болады да, сөйтіп сені алып шығады любой жерден. Вот сол үшін де махаббатпен өз арманыңа адал болуға тырыс, адал бол. Ана қорқынышты есікті дәл қазір ашшы. Дәл қазір отырып жазшы, нені қалайсың? Душаң, сен жан нені қалайды, нені армандайсың? Вот соған қарай жүгір да. Білем, оңай емес, білем, қорқынышты, білем, белгісіз оның түбінде не жатқан, білем, уақытты талап етеді, білем, сен энергияң қажет етеді, білем, ол сенің күшіңді алады, я. Мүмкін ол басында құр босқа, білем, жұрттар мүмкін күлу мүмкін, білем, саған ешкім сенбеу мүмкін, бірақ сен өзіңе сенші. По-любому түбінде сен жеңіске жетесің, сосын басқалар деп ауыз ашылып отырады. Ана есікті дәл қазір аш. Келесі бізде 5-ші айырмашылық, ол кедей адамдар қиындық, сынақ категориясымен ойланады, бай адамдар мүмкіндік категориясымен ойланады. Адам өзіне жоқ нәрселерді армандайды, өзіне жоқ нәрселерді мақсатты қояды, дұрыс па? Сенде мысал үшінге iPhone 15 бар делік, немесе көк көйлегің бар делік. Сен тағы да iPhone 15 алайын, немесе дәл сондай көк көйлек алайын деп, сен алдыңа мақсат қоясың ба? Қоймайсың ғой, дұрыс па? Яғни адам өзінде жоқ нәрсені мақсат, арман ретінде алып қояды. Енді қараңыз, ол арманыңыз
жету үшін сіз белгілі бір өтпелілерден өтуіңіз керек, белгілі бір сынақтардан өтуіңіз керек, белгілі бір қиындықтардан өтуіңіз керек. Жайдан жай сіз ол нәрсені ала алмайсыз. Арман бизнес ашқыңыз келеді ме, ол жолда телеп тепшіп зерттеу керек, үйту керек, бүйту керек, в общем сондай. Егер өзің қалаған университетке түскің келді ма, талмай еңбектен оқу керек. YouTube, TikTok'ты ысырып тастап, оның барлығы өзіңе деген нені контроль ғой, өз-өзіңді ұстай алу, басқара алу ғой оның барлығы. Яғни сен ана қызық нәрселерден бас тартып кітапқа дейін қойдың деген сияқты. Кез келген сенің арманыңның құны ақысы болады. Қазір сенің қолыңда бар, я, сенің өміріңде бар нәрсе бар, себебі сен оған лайықсың. Мысалы үшін сені барлығы сыйлап құрметтеп тұра ма, значит сен сондай бір қасиетіңмен сен соған лайық болдың. Ал сені біреу ылғи кемсітіп, мұқатып, кекетіп, өсектеп сөйтіп жүре ма, значит бір қандай да бір себеп бар. Өмір әділетті, яғни Алла тағала бәрін басқарушы, білуші, ештеңені жайдан жай қалдырмайды. Яғни сен анаға жету үшін сен бір нәрсені жертва етуің керек. Мысалы үшін бірдеңеге ақша жинауың керек болды ма, сен бүкілі бәрі жүр кеттік отырып қайтамыз кафеге десе, сен сол жерден бас тартып ақшаны жинап, 1000 теңге болсын, 2000 теңге болсын жинап, ана откладывать етуің керек. Яғни бір нәрсеге жету үшін өмірдің заңы сондай, сен бір нәрсені өзіңнен сол жолда құрбан етуің керек. Болды. Бұл өмір заңы сондай, әділетті да. Енді қараңыздар, яғни сен бірдеңе алу үшін сен бірдеңені бере білуің керек, бере алуың керек. Кейбіреуіңізде мынандай ой болуы мүмкін. Біреулер жетістікке жетіп жатыр, біреулер күшті ақша тауып жатыр, біреулер бақытты болып жатыр, как будто они незаслуженный, да. Бірақ сіз қайдан білесіз олардың сол нәрсеге лайық емес екендігін? Сіз шешпейсіз. Оны Алла шешеді. Олардың, значит, Алланың алдында бір лайықты түрдегі бір істері бар болып тұр, значит. Сондықтан да Алланың рөлін өзіңе алып алма, біреумен өзіңді салыстырма. Тек өзіңді өткеніңмен, бүгініңмен салыстырып болды. Өткенде қандай болдың, қазір қандайсың, и болашақта қандай болдың. Болды. Қазіргі сәтпен өмір сүреміз. Арман пайда болған кезде, кейде адамның мышлениясы оны сынақ, қорқыныш қылып көреді да, неизвестность да. Ал богатый адамның ойлау деңгейі оны мүмкіндік деп көреді. Мен қалап тұрмын, мен істеуім керек, мен істесем, мен бүйтіп істесем, мен алам деген сияқты. Мен бүйтіп суарып, удовлетворениесін сеуіп, тыңайтқышын сеуіп, арам шөптен жұлып сөйтсем, мен алманы жеймін деген сияқты ой болады да. Мүмкіндік деңгейінде қарайды. Кез келген арманына. Қиындық деңгейінде емес, мүмкіндік. Сосын естеріңізде сақтаңыздар. Алла тағала, мен айттым, сіздерді, мені, яғни сені ата-анаңнан да артық жақсы көреді. Ата-анаңнан да артық саған жақсылық тілейді. Сондықтан да кез келген қиындық сенің тілеген дұғаңа жеткізу сатысы. Яғни саған сыйлық па, соны орап береді. Айттым ғой, неше түрлі сынақтармен оралған болады да ол сыйлық ше. Соны сен аша білуің керек. Яғни аша білгенде сен ол нәрсеге лайық боласың. Сен сол сынақтардан өту арқылы не аласың? Тәжірибе аласың. Ал тәжірибе ол құнды, өте құнды нәрсе. Бағасы ештеңе жетпейді ол нәрсенің. Ешқандай қиындық сені сындыру үшін, сені сынау үшін, сені құлату үшін, сені жылату үшін бермейді. Сені өсіру үшін, сен сұраған нәрсені сен дайындау үшін, сені саған тәжірибе беру үшін келеді. Сенің сұраған нәрсең қаншалықты көлемді болса, сынағың да соншалықты көлемді болады. Ең тәтті жемістер басында болады ғой. Сол секілді сенің сұраған жемісің қаншалықты тәтті болады, соншалықты сен жоғары не қылуың керек та, көтерілуің керек та. Ал одан құласаң ауыр. Сосын ол құласаң қайттан бастауың керек та. Арманың сені маза бермейді, қайта 5 жыл өтсін, 10 жыл өтсін, сен мына жерінде по-любому қалып қояды да. Ана гештальт деп айтып жүр ғой көбісі. Вот сол нәрсе ғой. По-любому сен айналып келесің. Айналып келгенде сен түсінесің, что уақытыңды құртып алған, құр босқа уақытым, сол кезде бастауым керек еді дейтін нәрсе болады да. Вот сол нәрсеге жеткізбей қазір бастап кет. Қазірдің өзін сөйтіп ойлап тұрсаң, норма. Значит, сен дәл қазір бастауың керек болды. Значит, сен дәл қазір сол нәрсеге дайын болып тұрсың. Деп өзіңді төмен салудың, өзіңе қалай айтсам болады, өкінудің қажеті жоқ. Өкінішпен өміріңді, энергияң құр неғылма, кетіріп алма. Дәл қазір сен бастау керек болып тұрма. Мен дәл қазіргі сөзім саған әсер етіп тұрмын. Значит, сен дәл қазір дайын болып тұрсың. Значит, сен дәл қазір бастауың керек болып тұр. Болды. Қабылдайсың. Өміріңді, басыңды, миыңды, көзқарасыңды өзгертіп жұмыс жасайсың. Арманың үшін махаббатпен өз-өзіңе сене отыр. Біздің 5-ші айырмашылық, қиындық келеді, бәрінде болады қиындық, бірақ шешім жолына, оның беретін саған мүмкіндіктеріне фокус қоя білу керек та. Вот сол кезде сен жақсы алып шығасың. Сонымен біздің видеомыз тәмам.
бүгін 3 айырмашылықты қарастырдық. Келесі видеоларда осыны бұйыртса жалғастыратын боламыз. Егер сіздерге ұнап жатса, немесе осы айтылғандардың ішінен өзіңізге қандай да бір дәл қазір шешім қабылдап тұрсаңыз, қандай да бір түйгеніңіз болса, міндетті түрде менімен пікір аясында бөлісе кетіңіз. Мен үшін бұл өте құнды әрі жағымды болатыны сөзсіз. Қуанып қаламын, маған шабыт береді. Сондықтан да міндетті түрде пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Жалпы сіздерге пайдалы болды деген үміттемін, жеткізе алдым деген үміттемін. Сондықтан да келесі видеоларда кездескенше, жүздескенше сау болыңыздар. Бастысы берілмеңіздер.